Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, достар. Мен бүгін сіздерге Zoom платформасы туралы түсіндіріп өтемін. Zoom платформасы бейнеконференция, семинарлар, онлайн сабақтар өткізуге арналған тамаша платформа. Платформаның мінекей басты бетінің запланировать көрсетейін. Запланировать бізге аса қажет. Бұл жоспарлау, конференцияны жоспарлау. Мінекей басқан кезде менің ат жөнім шығып тұр. Егер сіздер қалай тіркелсеңіздер, солай шығып тұрады. Немесе жанына бір сабақтың атын қойып көрейік. Мысалға, онлайн сабақтар. Міне осылай өзіңіз өтетін сабақтың атын жазсаңыз болады. Келесі начало август. Мысалға, 29-на қояйын. 29-на қойдық. Сабақ уақытысы сағат 9 дейік. Мінекей автоматты түрде, мынаны қарап өтейік, мінекей 0 сағат бізге жетеді. 0 сағат, егер сіз 1 сағат деп жарты сағаттан асыртатын болсаңыз, онда сіз ақылы түріне еніп, ақы төлеуіңізге тура келеді. Ақысыз өткізу үшін бізге 30 минутта жетеді. 30 минут мінекей бассаңыз 45 минутқа дейін бар, бірақ бізге 30 минут жетеді. Қосымша 10 минут Zoom уақыт береді. Ол да тегін, яғни 40 минутқа дейін тегін уақыт береді. Часовой поезд бірне жердеміз, Алматыны таңдаймыз. Идентификатор автоматты түрде пайда болады. Мына запланироватты бассақ, көшіріп алыңыз деп шығады. Мінекей копировать, көшіріп біз оны не істейміз? Біз оны мысалға жұмыс үстеліне барып, WhatsApp бетті таңдасақ болады. Мінекей WhatsApp бет ашылды. Мінекей мысалға мына бір топты ашайық. Міне, бір топты аштымда, осы жерге мен былай жаңағы ставить еттім. Мінекей көшірмесі ставить етілді. Міне көрдіңіздер ме? Яғни мінекей қатысушылардың тобына, чатына немді сілтемені салдым. Қатысушы мынау сілтемені басып қалса, автоматты түрде сіздің конференцияңызға түседі. Бұл бетті біз жаба салайық. Жаптық. Енді мінекей ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Мінекей оң жағында мына жерде тістегеріш көріп тұрсыздар, тістегеріш. Жақындатқан кезде мінекей баптаулар деп шықты. Баптауларды ашам, мінекей общее, видео, звук, ары қарай рет-ретімен тізімі жазылған. Общее дегенде запускать Zoom при загрузке Windows дегенде құспелді соғымыз. При закрытии окна сворачивается область уведомлений вместо панели задач. Құспелді соғымыз. Автоматты түрде толық экранды режимге кіруге құспелді соғымыз. Автоматты түрде сілтемені, шақыру сілтемесін көшіру сілтемен құспелді соғымыз сілтемеге. Одан кейін попросить меня выполнить подтверждение перед тем, как я покинул конференцию дегенге мен соғып қойдым. Құспелдіні сізде соғып қойыңыз. Және конференция басталардан 5 минут маған хабарландыру жіберіңіз дегенде соғып қойдым. Өйткені бұл бізге аса қажет. Видеода мына жерде өзіңіздің бейнеңізді, мінекей мен бейнемді көріп тұрмын. Бейнеңізді көруге болады. Және оны да включить режим ашты. Отобразить мое видео зеркально деген досты атпасай салайыншы. Көрдіңіз бе? Былай қарайын. Былай етсек, былай қарайын. Яғни былай қисайып, былай қисайып, мынау арқылы қисайып отырға болады. Подправить мой внешний вид деген, түріңізді, кішкене бетіңізді текстеп, әдемі етіп көрсетіп отырады. Бұны да қосып қойыңыз. Всегда показывать имена участников. Бұл бізге аса қажет, кімнің қатысып отырғаны. Бұны да қосып қойыңыз. Және соңғы диалоговый ақынын да қосып қойдым. Яғни құспелдімен белгілеп қоямыз. Келесі звук. Звук мінекей автоматты түрде қосылып тұр. Дауыстың жоғарылаған төмендегенін көрсетіп тұр мінекей. Келесі автоматты түрде аудиоконференцияға қосылу құспелісін соқтым. Және синхронизировать кнопки гарнитуры, оны да қосып қойдым.
демонстрация экраны. Демонстрация экраны туралы мен тағы бір сабақ өтемін. Әзірге сіздер мынаны құсбелгіні соғып қойыңыздар. Толық экранды режимге өту, подогнать масштаб транслируемого содержимого под размер окна зон қосып қойдым. Включить дистанционное управление қосып қойдым, және отключить звук системных уведомлений при демонстрации рабочего стола қосып қойдым. Чат қатысушылардың бір-біріне пікір қалдыруына, немесе сұрақтар қоюына конференция ұйымдастырушы модераторға соған керек аса ыңғайлы. Бұл жерде мен ссылканы көруді, және өзімнің статусымды өзгертуді, және оқылмаған сообщениелерді көруді, барлық сообщениені көріп отыруды қосып қойдым. Виртуалды фон. Виртуалды фон туралы мен сіздерге тағы келесі сабағымда толығырақ айтып өтемін. Виртуалды фонды астындағы мінекей қосымша арқылы түрлі виртуалды фонға қосылып отыруға болады. Фондарды өзгертіп отыруға болады. Записывать видео при демонстрации экрана қосып қойыңыздар. Конференция жүріп жатқан кезде өзіңіз бақылап отырасыз, қосуға бола ма? Егер қосқыңыз келсе, жазғыңыз келсе жазып қойыңыз, жазғыңыз келмесе оны қоспай қойыңыз. Келесі профиль. Профильді изменить мой профиль арқылы өзіңіздің суретіңізді немесе мына қалам арқылы жазуыңызды өзгертуге болады. Статистика сочетания клавиш специальные возможности автоматты түрде бізге реттеліп берілген. Сондықтан оларға тиіспей қойыңыздар. Статистикада сізге зумды қанша рет қостыңыз, алғаныңыз туралы көрсетіп отырады. Міне біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Тағы бір айтатын нәрсе, мінекей начать деп тұр, көрдіңіз ба? Сізге уақыт келген кезде осыны басып қалсаңыз, сіз де конференцияға автоматты түрде өтуіңізге болады.